Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Мен сіздермен виртуалды эфирде қайта кездескеніме қуаныштымын. Жаңалықтарымызға құлақ түрсек. 6 ақпанда Бәйтерек Холдингінің төрағасы Нұрлан Байбазаров, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі болып тағайындалды. Өз кезегінде Холдингтің жаңа басшы болып Рустам Қарағойшин тағайындалды. Қазақстандық аграршылар 2023 жылы қандай қолдау алды? Холдинг төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкелов, қазақстандық аграршылар 2023 жылы қандай қолдау алғанын айтты. Мәселен, ауыл саласындағы қаржылық қолдаудың жалпы көлемі шамамен 555 миллиард теңгені құрады. Толық сұхбатты Капитал Кз веб-сайтынан оқуға болады. 1.990.790 қазақстандық отбасы банкіндегі өз шоттарына мемлекеттік сыйлық алды. Отбасы банкінің клиенттеріне мемлекет сыйлықақысы есептелді. Отбасы банкіндегі өз депозиттеріндегі қаражаттың түсуін 1.990.790 қазақстандық байқады. Бұл ретте әрбір төртінші салымшы сыйлықақының ең жоғары мөлшерін алды. Қазагроқаржы ауыл шаруашылығы техникасының лизингін аванстық төлемсіз іске қосады. Қазагроқаржы ауыл шаруашылығы өндірушілеріне арналған лизингтің жаңа бағдарламасын ұсынды. Қаржыландырудың жаңа шарттары бастапқы жарнаны енгізбестен ауыл шаруашылығы тауарларын сатып алу мүмкіндігін көздейді. Осы және басқа бағдарламалардың шарттары туралы толығырақ әлеуметтік желілерде және қақ сайтында. Біздің әлеуметтік медиа парақтарымыздан хабардар болыңыз. Назар аударғаныңыз үшін рахмет, және келесі эфирде кездескенше.